Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллаға сансыз шүкір, Рамазан айының оразасын ұстап келе жатырмыз. Алла қабыл етсін. Алғашқы мейірім күндері, ортасындағы кешірім күндерінде сіздермен сұхбаттар жүргізіп, біраз сұрақтарыңызға жауап беруге тырыстық. Мынау енді соңғы 10 күндігіне де келдік, ол жөнінде де хабарын бердік, айттық, абзалдығын айттық. Бұл түндерде тақ түннің жасырылғанын айттық. Енді тақ түндерінде қадір түннің жасырылғанын айттық, кешіресіздер. Дегенмен бәрібір сол қадір түнін бүкіл әлем десек болады, соңғы 10 күннің тақ түндерінен іздегенімен осы 27-сіне ерекше назар аударады барлығы да. Яғни бүгінгі түн. Алладан үміт етеміз, дүйім жұрт ұйықтамай, түнгі ұйқысын 4 бөліп, қадір түніне қауышайынша, қадір түніне қауышқан құлдардан болайынша деп бүгінгі түнді үміт етіп отыр. Олай болса, Аллах Тағала бізге сол түнді бүгінгі түн етіп бергей. Соны Алладан сұрайық. Менің бүгінгі тоқталғым келіп отқан сол қадір түні жайлы. Жаңадан сапымызға қосылып жатқандар болуы мүмкін. Бұрыннан естіп біліп жүргендерге қайталау болар. Қадір түніне қысқаша тоқтала кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің алдымыздағы үмметтердің арасында бір адам 1000 ай бойы аттың үстінен түспей Құдайдың дініне қызмет етті дейді. Жорықта жүрді. Алланың дінін жаю үшін аттан түспеді. Сахабалар қызығып, о Алланың елшісі, бізде ондай мүмкіншілік жоқ қой. Өміріңе тең келеді. Яғни 83 жыл 4 айдан да асады тіпті. Өмірің кетеді. Яғни өмір бойы аттан түспей жүруің керек. Сонда Алла субханаху ва тағаланың өзі үмметі Мұхаммадқа сый етіп, қадір сүресін түсіріп, ол жерде осы түннің бар екендігін айтады. Яғни әлгі біздің алдымыздағы үмметтегі адам, кейбір үмметтер білесіздер, ұзақ өмір сүрген, бізге дейінгі үмметтер 1000 ай бойы Алланың дініне қызмет еткен болса аттан түспей, бұл үммет осы бір түн арқылы, бір түн құлшылығын жасау арқылы осы түнді ұйықтамай ояу өткізіп, құлшылыққа, ғибадатқа толы өткізетін болса, бұл түн ол сол жаңағы әлгі кісіге қызығып атқан 1000 айдан 1000 ай бойы аттың үстінен түспей Құдайдың дініне қызмет еткен кісіден де артық сауап алуымыз мүмкін екен. Енді бұл үмметке берілген ерекшелік, ол 1000 ай бойы өмірінде істесе, біз әр жылы сол 1000 айдан да қайырлы түнге қауышу мүмкіншілік бізде бар. Тіпті ежелгі пайғамбарлар да мен пайғамбарлық өзінің орнын табыстап Мұхаммед алейхиссалату вассаламның үмметі болуға әзірмін. Қысқаша тоқталайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қадір сүресі түсірілді. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Түндердің ішінде ең қайырлысы, ең абзал етіп түсірді бұл түнді. Неге? Себебі ол түнде Құран түсірілді. Біз өткен дәрістерімізде айтқан болатынбыз, Құранмен жанасқан нәрсенің барлығы қадірлі болып шыға келеді. Себебі Рамазан айын қараңыз, Құран түсірілген ай болғандықтан абзал. Пайғамбарлардың ішінде ең абзал пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, оған Құран түсірді. Адамзаттың ішінде ең жақсысы кім дегенде пайғамбарымыз айтады, Құранды үйреніп өзгеге үйреткен дейді. Жердің ішінде ең жақсысы қай жер? Мекке. Себебі Құран түсірілді ол жерде. Яғни Құранға жанасқан дүние, Құранмен байланысқан, ақыретте де тіпті оқы, дүниеде оқығаныңдай дәрежең көтеріліп, ең соңғы тоқтаған аятың сол сенің соңғы дәрежең болады деп, ақыретте де Құранды көбірек жаттаған, Құранға амал еткендердің дәрежесі жоғары болмақ. Олай болса, Алла субханаху ва тағала осы түнде инна анзалнаху Құранда айтып жатыр, фи лейлатил қадр, қадір түнінде түсірдік. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Лейлатул қадырдың, қадір түннің не екенін қайдан білесің деп Аллах Тағала біле тұра өзі сұрақ қояды. Сөйтіп ары қарай өзі жауап береді. Ол түн 1000 айдан да қайырлы дейді.
мың айға тең емес, одан да хайыр. Ол түні жер бетіне періштелер түседі. Қайыршық тастың орындай орын қалмайды. Періштелер толы болады жер бетінде сол түні. Және періштелердің барлығын айтып келіп, ерекше Жебрейлді айтады. Тәнәззәлул мәләикәт уар рух. Рух деп сипаттайды. Жебрейлді түсетінін айтады жер бетіне. Олар түскенде жер бетінде амандық, тыныштық сыйланады екен жер бетіне. Қашанға дейін? Сәләмун хия хатта матла'ил фajr дейді. Таң атқанға дейін Алла субханаху ва тағала осы амандықты бізге сыйлайды екен. Аллах тағала сол түнге қауышуды нәсіп етсін. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға қай түн екендігі білдіріледі. Сол түннің қайсысы екендігін біліп, мешітке келіп, сүйіншілеймін деп келе жатқан кезде екі сахабаның бір-бірімен тартысып таласып тұрғанын көріп, қатты ашуға булығып, ұмытып кетеді. Қараңыз, қурайдың өзі құдайсыз сынбайды деген халықпыз, иә? Ақидамыз солай, сенеміз. Барлық нәрсе Алладан. Қадір түн білдірді Алла, ұмыттырғанда Алла. Неге? Бұл жерде сізбен бізге бір сабақ бар секілді. Қараңыз, Аллах тағала қадір түнні тақ түндердің ішінде деп жасырып қоя салғанда, айтпағанда болар еді ғой? Жоқ, айтты, білдірді. Кейін қайтып алып қойды оны. Үмметіне хабарды жеткізбей тұрып. Және оған себеп болған не нәрсе? Екі мұсылманның тартысып таласуы. Яғни Алла субханаху ва тағала бізге білдіргісі келіп атқан секілді. Егер сендер тартысып таласқа түсетін болсаңдар өзара, онда осындай ұлы нығметтен де айырыласыңдар деген нәрсені білдіргісі келген секілді дейді. Бұл ғұламаларымыздың болжамы. Сол үшін, құрметті ағайын, айта кететін нәрсе, тартысып таласу бұл үмметтің бірлігін құртады, күшін құртады. Құран кәрімде, егер тартысып таласатын болсаңдар, желдеріңнен айырыласыңдар. Жел деп, яғни қатты бір күш, қуатты меңзеп жатыр Аллах субханаху ва тағала. Себебі қуат деген сөз, күш деген нәрсе араб тілінде де бар. Фатазхаба қувватукум десе болады. Жоқ, рихукум деді. Жел себебі қатты тұратын болса, ол алдында ешнәрсе қалдырмайды, бәрін жайпап өтіп кетеді. Мұсылмандар да солай. Ешкімге дес бермейді, егер бірігетін болса. Тартысып таластың ба, онда бірлігіңнен, сол күш қуатыңнан айырыласың деп отыр Аллах тағала. Қадір түнін Аллах тағала жасырып қойды. Пайғамбар алейхиссалату вассалам менің есімде қалғаны дейді, тақ түндер еді дейді. Соңғы түндердің тақ түндері еді деген екен. Енді бұда бір Алланың мейірімділігі бар. Біз өткенде айтып та кеттік оны, тағы айтылып айтайық. Мейірімділік не нәрседе? Құлшылық істеймін деген адамға бір-ақ түн беріп қойған жоқ Алла. 10 күн бойы құлшылық етіп шықсын дейді. Оған көбірек сауап жинауға мүмкіншілік. Мысалы, 6 парыз оқи алмайсыз ба, дұрыс па? Қанша сауап жинаймын десеңіз де 7-8 рет парыз намазын өте алмайсыз. Нәпілде енді рұқсат бар. Сіз қанша рет парыз, себебі парыздың орны бөлек ол. Аллах тағаланың құзырына адам баласы парыздан асқан нәрсемен жақындай алмайды. Парыздың орны бөлек. Бірақ сөйте тұра сен артық парыз орындай алмайсың. Санаулы, шектеулі. Егер қадір түнінде бір түнге жасырып қойғанда, көп ұзақ түн құлшылық еткісі келген адам шектеліп қалар еді. Оған мүмкіншілік бар. Енді осы түнді Аллах тағала бір күнге бекітіп беріп, сол түнді белгілеп қойып, және сондай түнде де күнәға барып, қателік жасап атса пенде, онда Алланың қаһары келуі мүмкін еді. Сол үшін Аллах тағала бұл түнді жасырып қойды, күнә істеушілерге қаһары түсіп қалмасын деп. Ол да Алланың мейірімі дейді, қараңыздар ағайын. Яғни екі санаттағы адамдарға да Аллах тағаланың мейірімі жауып тұр деген сөз. Сол үшін құрметті ағайын, осы түннен қапы қалмай 10 түн бойы құлшылықпен өткізуге тырысуымыз керек. Бүгінгі түннен кейін болды деп арқаны кейінге тастап, кейінгі түндерден де жарықтап қалмайық. Енді 27-сі дедік, соған ерекше тоқталады бүкіл әлем, бізде тоқталайық. Оған бірнеше түрткілер бар. 15 ғасырға жуық мына ислам діні
ұстанып келе жатқан мұсылмандар пайғамбарымыз айтқан сол түннің белгілерін осы 27-ші түннен тапты. Яғни ертең 27-ші ораза ғой. Ертеңгі күннің түні бүгінгі түн болып саналады. Байқасаңыздар, мынау тәрәбі намазында біз Рамазанның оразаны ұстаудан бір түн алдын бастадық. Соңғы түні ораза ұстаймыз, күні түнде тәрәбі оқымаймыз. Тарауих намазы соңғы түнде оқылмайды. Ал енді тағы айтып сол 27-сіне оралайық. Көптеген ғұламаларымыз, мұсылман үмметі белгілерін осы түннен тапты дедік. Ендеше Құран кәрімге келетін болсақ, «Инна анзалнаху фи лайлатил қадр, ва ма адрака ма лайлатул қадр, лайлатул қадри» деп 3 рет қайталап қадір сөзі келеді. Сол бірінші, екінші, үшінші сөздің реттік санымен санап келген кезде 27 деген санның шығатыны да бекер емес. Және сүренің соңғы жағында «Саламун хия хатта матлу'ил фажр» деген сөз, хия деген, яғни ол түн деп. Сол түн деп Аллах Тағаланың сілтеп тұрғаны да хия сөзі де 27-ші сөзге келіп тұр. Олай болса, бұл да бір ишарат, бұл да бір бізге белгі. Себебі Құран кәрімде санақпен санағанда көптеген дүниелер бар. Мысалы, аспандар сөзі 7 рет айтылуы бекер емес. Себебі 7 қабат аспанымыз бар. Ай сөзі 12 рет айтылуы бекер емес. Екеуі де, мынау біздің санақ айымызда және аспандағы айда, шахырда, қамарда екеуі де 12 реттен айтылады. Текке емес. Қанша күн бар бізде? Бір айда 30 күн бар. Айям сөзі Құран кәрімде 30 рет келеді екен. Яум сөзі 365 рет келеді. Яғни жылына 365 күн бар. Олай болса, бұлның барлығы да бекер емес. Сондықтан «Саламун хия хатта» деп, хия деп ол қадір түнін меңзеп атқанда, ол да 27-сіне 27 санына тура келіп тұрғанда бекер емес. Яғни бұл болжамдар, бірақ анығын Алла біледі. Ал енді бүгінгі түні жаңа айтып кеттік. Алла нәсіп етіп мынау кешіресіздер, умраға барғандарыңыз болатын болса, Рамазан айында осы 27-ші түні ол жерде де тіпті Қағбада да, Мәдинадағы пайғамбарымыздың мешітінде де сол түн ерекше толып кетеді. Жан-жақтан жайғаннан кейін, ұйықтамай отырғаннан кейін Аллах Тағала да сол түнді береді деген, сол түнді сол 27-сіне келтіреді деген үміт бар бізде ағайын. Алайда сөзіміздің, эфиріміздің басында айтып кеттік, арқаны кеңге салып, сол түнге ғана ұйықтамасам болды, басқа уақыттарда мен шарт емес деп отыра беру дұрыс емес ағайын. Мұсылман адам бір күні екінші күніне ұқсайтын болса, ол қауіп қатерде. Яғни былтырғы Рамазаныңыз қалай өтсе, былтырғы қадір түнін күтуіңіз қалай өтсе, биылғы олай болмау керек. Сізде алға жылжу болу керек. Алла ниеттерімізді қабыл етсін, ұстап атқан оразаларымызды қабыл етсін, қате кемшіліктерімізді Алла кешіріп, өзінің рахымына бөлеген құлдардың қатарында етсін баршамызды. Ал енді ауызашардың алдында біраз сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысайын, біліміміздің, уақытымыздың жеткеніне сай. Жоғары жақта тек амандасулар екен. Уалейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатух дейміз баршаңызға. Неге асыл арнаны алып тастады дейді. Асыл арна, Тәлім ТВ болып жалғасуда, бірақ асыл арнаның түгелдей қоры, оның жұмысын ары қарай атқарып жатқан халық арна деген арна бар. Соған қосылып, содан көре берсеңіздер болады. Система укол оразаны бұзады ма дейді. Тамақ орнына жүретін, қуат беретін витаминдер болса бұзады. Жоқ, ондай емес. Соқтап қалған ауруға қарсы болса, онда бұзбайды.
бұзбайды деп маған дейін жауап беріп қойған екен. Қадір түні бүгін ба дейді. Аумин. Құдайдан үміт етейік, сол бүгін болсын. Бүгін деп үміт етіп отырыңыз. Ұйықтамаңыз. Ұйықтамау деген кезде құр ұйықтамау шығумен шектеліп қалмаңыздар. Құлшылықпен айналысыңыздар, ғибадат етіңіздер. Қолыңызға тәспен алыңыз. Айша анамыз сұраған екен: о Алланың елшісі, қадір түніне қауышып қалсам не істеймін деп. Қараңыз, олардың өзінде де міне нақты мына түн деп 27-сіне отырып алмаған. Қадір түніне қауышсам деген үмітпен ғана сұрақ қойған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: о Алла, бүйтіп дұға ет дейді. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фаъфу анна. О Раббым, сен кешірімдісің. Аллахумма иннака афуун, тухиббул афва, кешіруді жақсы көресің. Фаъфу анни, ендеше мені кешір деп Алладан кешірім сұрау. Кешірім ең үлкен ғибадат, ең үлкен құлшылық. Эфирді сақтаңызшы дейді. Жақсы, сақтаймыз. Мешітте күткен абзалырақ па дейді. Қадір түні үйде күтсеңіз де болады, мешітте болады. Бірақ биыл енді мешіттер жабық. Жасыл аймақтарда білмедім. Алматы қаласында мешіттер құптаннан кейін жабылады. Қадір түніне топтасып жиналуға әзірге рұқсат жоқ. Сол үшін үйде бала шағаңызбен, ағайын туысыңызбен үйіңізде қадір түнін күтсеңіз де болады. Мешіттер ашылған кезде әрине ұйықтап қалмау үшін, жамағатпен бірге болу үшін мешітке барсаңыз болады. Әйел адамның мешіті үйі дейді. Өте дұрыс айтылған сөз. Бірақ заманына қарай үкім ауысуы да мүмкін. Пәтуа. Үкім ғой ауыспайды, пәтуа ауысуы да мүмкін. Неге? Себебі кейде болады. Кей замандар келуі мүмкін. Әйел адамның көшеге шығып мешітке баруы фитне туғызуы мүмкін. Ол уақытта үйі. Ал үйінде оған сондай аура жасап бере алмайды ма, дәрісін бере алмайды ма, мүмкіншілігі жоқ па, онда мешітке барып жамағатпен бірге отырып құлшылық етуі ол әйел үшін абзал болуы да мүмкін. Сол үшін ситуацияға қарай да пәтуа өзгеріп отырады. Бүгін болуы мүмкін ау деп үміт етіп жатырмыз, барлығымызда. Қадір түнін қалай күтеміз, қай уақыттан басталады құлшылық дейді. Түн негізі ақшам намазынан басталады. Күн батқаннан түн болып саналады, сол уақыттан құлшылық басталады. Тамағыңызды жеп, құптанды оқып, тарауих оқып үйде, сол уақыттан құлшылығыңызды бастап кете бересіз. Таң атқанға дейін таңның атысының алдында истихбар етіп біраз аузыңызды бекітіп, сосын ертеңгі күнге оразаны ұстап, ары қарай Рамазанымызды жалғастыра береміз. Рамазан айында үйленуге, неке қиюға болады ғой ұстаз депті. Бұл сұрақ шығар, иә болады. Себебі қуанышқа ешқандай шектеу жоқ Рамазан айында. Бірақ жаңағы той томалақ өткізген кезде сақ болыңыздар. Әлі еліміздегі барлық мұсылман қауымның өзі де тіпті тойын барынша адалдауға тырысып жатқан жоқ. Енді тырысып келе жатқандар да бар. Жаппай барлығына топырақ шашпаймыз. Бірақ жаңағыдай арақ шарапты қойып, әлі күнге дейін тыйым салынған дүниелермен өткізіп жатқандар баршылық. Сол үшін де өздері де білет, Рамазанды өткізіп алайық, содан кейін жасаймыз тойды, содан кейін үйленесің дейді. Себебі жаңағыдай күнә жасап қоюдан қорқады. Ол да болса иманнан әйтеуір Рамазанды құрметтеп жатқанына шүкір, рахмет дейсің.
тарауих намазынан кейін үтір намазын жамағатпен оқылады. Егер өзіңіз жеке оқып отырсаңыз, онда жеке оқисыз, даусыңыз шығармайсыз. Кейбір кісілер мысалы тарауихқа қатысып болғаннан кейін өтірді оқымай шығып кетеді. Себебі тахаджуд намазынан кейін оқимын, тағы да қосымша таңға дейін уақыт бар ғой, тағы да мен намаз оқимын, содан кейін өтірді оқимын деп қалдырып та қояды. Бүкіл әлемдегі қиналып жатқан мұсылман бауырларымызға дұға етейік, бөліп жармай. Кешке 7 нан пісірсе бола ма дейді. Болады. Қандай да хайыр, садақа, сауап істейтін болсаңыз, бұл айда, бұл түнде 1000 айдан хайырлы саналады. Таң намазының уақыты кіргеннен кейін сүннетін оқи бересіз. Азан шақырылуы шарт емес, себебі азан сіздің үйіңізге естілмеуі мүмкін, немесе сіздің үйіңізде азан айтылмай қалуы да мүмкін, ер азаматтар болмай, әйел адам болатын болса, уақыт кірді ма оқи бересіз. Егер мешіт жақын жерде болатын болса, азанды айтып жатса, соны бітіріп барып оқисыз. Әйел адамдар жамағатпен намаз оқылмайды. Араларында ер адам болса, біреу алға шығып оқиды, ал болмаса жаппай барлығы бір сапта тұрып, жамағат секілді барлығы бірге оқыла береді, бірақ имамдыққа шықпайды. Елімізде қанша қари бар дейді. Мен бір 3-4 жыл алдын естігенім 500-дей деген. Сайыстарға келіп тіркеледі ғой енді. Сол кезде соның ішінен бір 100-200-і тіркеліп жатады. Енді қазір Аллаға шүкір, 2-3 жылдан бері үздіксіз Құран жарысы өтіп келе жатыр. Алла разы болсын, қариларымызға соның арқасында бір шама артып та қалған болуы мүмкін. Енді биылға Құран жарысы еліміздің 30 жылдығына орай юбилей 10 жылдық болып, 10-шы рет өтіп жатыр Қазақстан егемендігін алғалы. Ол да сондай бір юбилей десек болады. Сол жерге келіп тізілген қарилардың тізімінен, оған дейін әрине әр өңір-өңірде өтеді. Содан шамамен білуге болады. Әйел кісілердің белгілі бір демалыс күндері бар, сол уақыттарда арабша әріпті дәптерге жазуға бола ма дейді. Аят жазбаңыз, аятты оқымаңыз, бөліп-бөліп айтып түсіндіруге болады. Мысалы, кейбір аяттың үкімдерін толықтай бір аятты оқымай, бөліп, жазу барысында аятты жазбай қойыңыз. Хадистер, арабша сөздер жаза берсе, ода тұрған ештеңе жоқ. Араб елі өздерінің әріптерімен жазады ғой, себебі өздеріне бір-біріне хат алмасады, жазады, ода тұрған ештеңе жоқ. Медресеге ұлыңызды 9-шы класстан бастап бересіз. 9-ды бітіргендер медресеге түседі, 3 жыл 10 ай оқиды, одан кейін ары қарай білім жалғастырам десе университетке түсе алады. Аллах Тағала баршамыздың ниет, дұға, тілектерімізді қабыл етсін, қадір түніне қауышқан құлдардың қатарында етсін, екі дүниенің жақсылығын берсін. Алматы қаласында шамалы уақытта жақындап қалды. Сіздермен алдағы уақытта тағы да жүздесуді Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Эфирдің соңында айта кететінім, мынау бүгінгі түн қадір түні болып, Алла әрбір амалымызда 1000 айдан хайырлы қылып жазады деген үмітте болсақ, олай болса, осы Нұр Мүбарак университетінің жаңа салынып жатқан ғимаратына атсалысуды ұмытпаңыздар. Енді менің 36 000 тіркелген подписчиктің ішінде байқап отырмын, эфирде көбінесе
150-дің төңірегінде адам отырады. Лентаға кіріп көріп атқандар бар. Өзгелермен бөлісіп тарата жүріңіздер. Тарата жүріңіздер. Осы құрылысқа да атсалысуды ойлаңызшы. Бүгінгі түні сіздің салған садақаңыз 1000 айдан хайырлы болып жазылып жатса, амал дәптеріңізге. Және ол қиямет күніне дейін бұл ғимарат істеп тұрады болса, қиямет күніне дейін қаншама шәкірт шығады, олар қанша шәкірт тәрбиелейді, қаншама қыздар оқып шығады, олардан туылған перзенттер дүниеге келген, олар қаншама адамның тура жолына түсуіне себеп болады. Соның барлығында сіздің үлесіңіз болады. Және ол 1000 айдан хайырлы садақа болып саналады ағайын. Сол үшін қапы қалмайық, азды көпті ниетімізді білдіріп, өзгелермен де бөлісіп, садақа салудан қалып қоймайық ағайын. Алла ниетімізді қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.